Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгінгі осылай сосиска в тесте дайындадым. Өзіме қатты ұнайды. Өте көп жасаймын десем де болады. Жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Бізге ең алдымен керек осындай сосиска керек болады. Маған кез келген сосисканы қолдана беремін. Ең басты пішіні тура келсе болды. Және де екінші бізде қамыр. Мен алдын ала қатпарлы қамырымды дайындап қойған болатындығым. Мен көбінесе осылай қамырларымды самсаның қаттама, осылай сосиска в тестелердің қамырларын алдын ала дайындап, артынан жасап қоя беремін. Осылай тез аяқ асты пісіргенге ыңғайлы, балдарға да жақсы. Осылай сосискалардың бәрін тазалап, екіге бөліп аламын. Мен бүтіндей істегім келмейді. Сосиска көп болған арасында қаламаймын. Осылай жартысының өзі бір сосиска істегенге жетеді. Мінекей менде қамырымды дайын. Қамырымды осылайынан жайып, қолмен жайып аламын. Мінекей енді қамырымызды бір келкі қылып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырды жайып, осындай пышақтың арқасында осылай бір келкі қылып әдемілеп турап кесіп шықтым. Осындаймен кессеңіздер өте жақсы болады. Уақыттарыңызды үнемдейді, және де ойларыңыздағыдай көңілдеріңіздегідей қылып кесесіздер. Мінекей кесіп осылай дайындап алдым. Енді біздегі келесі жұмыс осылай сосискаларымызды осылай қамырға орап шығамыз. Мен осындай үлгіде ораймын. Көбінесе әдемі болады. Барлығымыз осылай ораймыз деп ойлаймын. Мінекей қараңыздар, осылай орап қатарынан. Осылай бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Кунжут қолдандым. Күнделікті қолданатын, самсаларға да қолданып жүрген кунжут, болмаса мак сияқты нәрселерді қолдана беріңіздер. Бетіне сәнге қолданбасаңыздар да болады. Енді міне бұл жерде мен уже сосискалардың бәрін бетіне жұмыртқамды жағып шыққан болатындығым. Енді бетіне осылайынан осылай кунжутымды сеуіп шықтым, әдемі болсын деп. Екі жүз 220 градуста ең аз дегенде 25-30 минутта пісіп, осылай қызарып, пісіп шықты, әдемі болып. Міндетті түрде жасаңыздар. Ас болсын.